Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен зебра пирогын жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, оның үстіне 150 грамм қантымызды қосып, жақсылап көпіргенше араластырамыз. Қантты 2 бөлікке бөліп қоссаңыздар, массамыз жақсы болып көтеріледі. Оның үстіне 200 грамм қаймағымызды қосамыз. Менде қаймақтың проценті 20%. Оның үстіне алдын ала ерітілген 150 грамм сары майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осы сұйық массамызға ұнымызды саламыз. Оның ішінде менде қамыр қопсытқыш араластырылған. Біркелкі болғанша ұнымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап шайқаймыз. Дайын болған сұйық массамызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Және бірінің үстіне 30 грамм какао қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді формамызға ақырын бір ас қасықтан үстіне салып, зебра сияқты ою шығарамыз. Мінекей осылай болып шықты. Бетін сіріңкемен шайқап жібересіздер. 180 градуста дәл осылай 20 минуттай пісіріп аласыздар. Өте қатты болып көтеріледі қыздар. Өте дәмді. Ұнаса каналыма тіркеліп кетіңіздер.